Бетіңізге әжім түсті ме? Әжіміңізді жасырумен әлексіз бе? Опадалаппен жүруден жалықтыңыз ба? Беттеріңіздің нәзік сәбидің терісіндей болғанын қалайсыз ба? Онда не тұрыс, мына кеңестерді есте сақтап орындаңыз. Қауынның құрамында бет терісіне қажетті өте пайдалы дәрумендер бар. Сол себепті бетінде әжімі мен кедірі бар адамдар үшін таптырмас өсімдік. Ол үшін қауын ортасындағы дәнінен алынатын өзекті бетіңізге кепкенше жағып қойсаңыз болғаны. Кепкен соң жуып тастаңыз. Күн астында жүретін болсаңыз да, қауын өзегін бетке жағып жүретін болсаңыз, беттеріңізді күннен қорғайтын болады. Қызанақ сығындысын балмен араластырып, бетті уқалау арқылы жақсаңыз, бетіңіздегі қара дақтар кетіп, жылтырай бастайды. Сол себепті қызанақты әрбір таңертең және кешкісін жағуды ұмытпаңыз. Сары өрік сығындысын бетке жақса, бет жұмсара бастайды және жуып болған соңда ұзақ уақыт жұмсақ кейіпте жүресіз. Сол себепті сары өрік сығындысын да бетке маска ретінде пайдаланыңыз. Шие қышқыл әрі шырышты бүлдірген тектес жеміс. Бұл жемісті алақаныңызға алып, сығып, бетіңізді шайып, кепкенше жүретін болсаңыз, бетіңізге пайдалы дәрумендер жиналатын болады. Сол себепті шиені де бетке маска ретінде пайдалануды ұмытпаңыз. Жүзім жегенді ұнатпайтын тірі жан жоқ. Ал бұл жемістің бет терісін зиянды бактериялардан қорғап, дәруменге байытатынын білесіз бе? Білмесеңіз, бұны да бетіңізге жағыңыз. Сіздермен Berry Pix каналға тіркеліп, лайк басыңыздар.